Жақсы көрілім болсын. Жаны жайсаң жақсылар деймін. Сексеуіл қаласы, Сексеуіл кенті. Сексеуілдің іші. Сексеуілдегі бұрынғыдай не қалмаған екен. Өзінің бір ерекшелік, бір иісі болатын еді. Түйенің қилар жататын еді көшеде. Қазір ондай жоқ, бір сексеуіл келсең, сондай бір түйенің иісі шығып бір. Сондай бір әсерлер болады енді, ондай жоқ екен. Апамыз айтып жатыр, 7:40-та келеді дейді. Осы местный уақытпен. Қазір Астана уақытпен 8:40-та келеді екен пойыз. Мына жақта қуыс көше бар, мынандай. Былай қарай жоқ. Анау мектеп. Ақтан Батыр көшесі дейді. Жаңа ғана мен сұрап жалдым. Бір қателеспесем, осы талдар жеміс талдары болу керек менің ойымша. Бір бала кезімізде өткен кезде жемістер төгіліп тұратын осы талдардан. Қателеспесем егерде. Мына көшенің атын білмеймін. Мына бұрынғы ескі здания. Темір жолдың зданиясы болса керек енді. Ол бесенеден белгілеу, өйткені мынандай бутовый тастардан салынған. Қиыршық тас бар, не дейді анау. Сондай тастан салынған мынау. Ертедегі барак үйлер болу керек менің ойымша, темір жолдың жұмысшыларына салынған. Ана жақта депо, темір жолдың мекемелері. Мына жерде де бір мекемелер, білмеймін енді қандай мекемелер екенін нақты. Білсеңіздер комментарияға жаза кетіңіздер. Анарда судың мұнарасы тұр, әне бір. Мынау Сексеуіл. Мынау қай мекеменің зданиясы екенін одан да хабарым жоқ. Бір жағындағы вокзал. Точно білем вокзал екенін өйткені. Мынада міне светофор. Бүгін Сексеуілде ауа райы тамаша болып тұр, өте керемет. Бұл жердің топырағы қара топырақ. Бұл жерде сосын бір ерекшелігі бар Сексеуілдің. Жерін қазасын, бірталай метрге дейін су шықпайды. Су шықпайтын себебі өйткені бұрындары мына осы жерде жаңағы канализация қазған кездерде көретін су шықпайтын. Қанша метрден шығатынын білмеймін судың примерно. Әйтеу қазып атасын, құм шауыт жер. Жақсы да. Қанша метрден су шығады біліп атсаңыздар, комментарияға оны да жаза кетіңіздер. Төменге подписацияны басып қойыңыздар. Алтын саусақтарыңызбен сіздермен мен Ешман Мереке.